Диас Абдир, Ақтөбе қаласының тумасы. 2014 жылдан бері Астана қаласында тұрады. Графикалық дизайн мамандығы бойынша жоғарғы оқу орнында оқиды. Кәсіпкерлікті бастағанына бір айдан астам уақыт болған. Кәсібі заман талабына сай кәсіпкерлік. Арма көзқарақты көрермен, ол кім бұл не бағдарламасы, әдеттегідей шығармашылықтың, сонымен қатар өз саласының шыңында жүрген азамат-азаматшылармен сұхбат құрамыз. Бүгін бізде қонақта жас кәсіпкер Диас Абдир. Диас, қош келдің. Ассалаумағалейкум. Көңіл күйің қалай? Бәрі жақсы. Енді кәсіпкер деп таныстырғаннан кейін кәсіптің түрі өте көп. Ол енді белгілі. Енді біздің көрермендерге өзіңнің кәсібің туралы айта кетсең. Біз Астана қаласында, орысша айтқанда свидание на крыше ұйымдастырамыз. Бұған тек қана кездесулер емес, предложение руки сердца, ұсыныс жасауға болады, туған күнді өткізуге болады. Және де жай ғана кездесу ретінде осындай әдемі көрініспен отыруға болады. Енді білуімше сол көбінесе енді осы жерге келіп отқаннан кейін осы локацияда болады барлығы, біздің көрермендерге де түсінікті болсын. Бүгін біз Диастың былайша айтқанда кәсібі өрбіп айналып жатқан жерге қонаққа келіп отырмыз. Осы локацияға байланысты туындады ма бұл кәсіп, әлде қалай? Бұл кәсіп осы ғана локация емес, бұйырса расширение ретінде басқа да жерлерді қарастырамыз. Бірақ та негізгі осы болып тұр қазіргі таңда. Бұл жерден бөлек басқа жерде болсын, енді сөз салу деп айтамыз ғой, сөз салу басқа жерде де, басқа локацияда да өтетін болса, сіздер өздеріңіздің тараптарыңыздан ұйымдастыру болады ма, әлде қалай, тек осы жерде ғана ма? Қазіргі таңда осы жер ғана. Осы жерге адамдар келеді, осы жерде барлығы өткізіледі. Қанша уақыт болды? Жақында бастадың ба? Жақында бастадық, бір ай болып қалды. Бір айда қандай нәтиже беріп жатыр? Бір айда жақсы нәтиже, апта сайын келіп тұрады, 3-4 адам болып. Ұсыныс жасайды, туған күн өткізген болатын бізде де. Барлық салада келе береді адамдар. Енді біздің көрермендерге де расымен де қызық. Баға жағы қалай? Баға жағы қалтасы көтере ме? Қол жетімді, сағаты 20 000 болып есептеледі. Осы бағаға бізге не жатады? Бізден шай беріледі, және де тәттілер. Оформление болады бізде, розамен, және де гирляндымен, арнайы жазу болады, лав дейтін, және де суретке түсетін бізде арнайы өзіміздің мишка бар, плюшевый. Енді өзің де білесің, осыдан 4 жыл бұрын жалпы бұл дүние қоғамда мүлдем жоқтығын. Сөз салуға, әлде менің білуімше ма, негізінде жоқтығын. Сенің ойыңша қайдан келді деп ойлайсың? Осылай сөз салған кезде де бір ерекше стильде сөз салу, және оны белгілі бір адамдар соны кәсіпке айналдыру деген секілді. Менің ойымша ол деген бізге батыстан келді деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда бізде көбісі интернет желіде отырады. TikTok болсын, Instagram болсын, көбісі сол жерден қарап, біртіндеп Қазақстанға әкеліп жатыр деген ой менде қалыптасты. Қазіргі таңда да солай ғой бізде. Ер адамдар бірінші ғаламтордан көреді, әйел адамды сол ретінде көреді, қызығады, неге қайталамасқа деген сұрақ туындайды. Енді менің жеке пікірімше, өзімнің ойымша, сол әлеуметтік желінің дамуына байланысты секілді. Себебі қазір енді көбісі сол әлеуметтік желіде өзін жақсы көрсеткісі келеді ғой. Сол үшін де осындай бір сөз салудың өзі жоғары деңгейге көтеріліп кеткен секілді. Дұрыс айтасыз. Бір айдың ішінде қандай қызықтар болды? Бір айдың ішінде қандай қызықтар болды? Бір айдың ішінде ең қызықтысы әйел адамдардың реакциясы көрген ең қызығы сол болды. Олар өйткені оған дейін ер адамдар айтпайды, сюрприз ретінде алып келеді осы жерге. Сыртынан қараған кезде ол реакция енді
вау ретінде болады әйел адамдарға. Қызық болып саналады бізге. Көрініс өте қызықты. Енді Астана қаласынан бөлек басқа қалаларда да осындай бір дүниелер бар ма негізі? Естіп, көріп, біліп жүрсіз бе? Біздің тарапынан тек Астана қаласында, бірақ та Қазақстан бойынша олар бар, жетеді. Қазақстан бойынша ұйымдастырады. Жалпы енді сенің тарапыңнан осы локацияға тікелей байланысты екен. Ал енді басқа жұмыс жасайтындар, олар қалай келтіреді? Мысалы, енді әрқайсының өзінің фишкасы болады ғой. Басқалардікі қалай? Басқаларда анализ бойынша оларда да жоғары сатыдағы этажда жасайды, на крыше. Далада да ұйымдастырады. Сондайларды естігем, көргем. Ол бірақ жұмыс жасауға ешқай кедергі жасамайды. Қазір таңда өте көп адам тұрады ғой Астанада. Бизнес жасауға жақсы мүмкіндік ол да бір. Енді жаңа сұхбат барысында айта кеттің, батыс жақтан келді деп. Өзіңнің жеке пікірің бойынша бұл дүние біздің қазақтың менталитетіне бір қарама қайшы емес пе? Менің ойымша жоқ. Мүмкін бұрынғы заманмен өмір сүрген адамдар бар шығар, бірақ қазіргі таңда 21-ші ғасыр болғасын, орысша айтқанда актуальны ғой қазіргі таңда. Менталитетке керісінше жақсы деп ойлаймын. Алдағы уақытқа бағыт қойып, одан да жақсы болуға үлес қосылады деп ойлаймын біздің менталитетімізге. Түсінікті. Енді бұдан бөлек алдағы жоспарда басқа да бір кәсіптермен айналысу ойда жоқ па? Негізі өзің оқисың ба? Иә, оқимын. Өзім дизайнермін, 4-ші курс студентімін, әлі 1 жыл бар оқу бітіруіме. Иә, бар. Егер де бір идея болса... Жасырын болмаса, бір айдың ішінде қанша қаржы таптың? Әлде оны есептемедің бе? Есептемедім әлі. Осы тағы айдың соңында 9 күн қалып тұр бітуіне. Сол кезде анализ жасап, барлығын есептеу керек. Жаңа айта кеттің, тағы да бір осындай дүние ашсақ па деген секілді. Ол қайдан болады? Астана қаласың ба әлде қалай? Астана қаласы деп ойлаймыз енді болашақта. Жалпы мамандықты бітіргеннен кейін осы дүние қосымша алынып жүре ме? Тек әлде мамандықты былай ығыстырып, осы дүниемен айналсам деген жоспар ма? Жоспарым бойынша енді бітіргесін, оқуды ала қалса, бәрі жақсы болса, біріктіріп, дизайн саласы да және де свидание на крыше біріктіріп, ұйымдастыруға болады негізінде. Расымен де бір қызық дүние негізінде бізде бір қалай ойлайсың? Жалпы бұдан да бөлек ерекшеленіп, мысалы, енді қазір көбісі осымен айналысып, қазір осы сөз салудың өзінде осындай шатырға байланысты болады екен. Енді мүлдем өзгертіп, бір басқа дүние жасау ойлап көрмедің ба? Қазір таңда жоқ. Өйткені бізде ауа райына байланысты, біздің Астананың ауа райы қолайлы емес қой. Жаңбыр болады, жел болады. Оның барлығын қарастырып жасаған қиындау болады деп. Сондықтан әлі ойластырмадым, бірақ болашақта көре жатармыз. Сөз салудан бөлек тағы да туған күн жасауға болады, жай ғана фотосессия жасауға болады, жай отырыс жасауға болады. Енді сіздің енді тұрақты бір клиент дейміз, былайша айтқанда, ол қалыптасқан жоқ әрине. Бірақ енді сізді қалай тауып келіп жатады сені? Инстаграм арқылы, тикток арқылы. Бірақ бастапқысы, ең алғашқысы ол Инстаграм, таргет арқылы. Таргеттан адамдар өте қатты актив көрсетеді, және де соған орай клиенттеріміз сол таргеттен келеді. Енді дәл осы саланы, осы дүниені бизнеске толық жатқызуға болады ма? Толық жатқызуға болады, иә. Бизнес жалпы сіздің көзқарасыңызда қалай негізі?
Бизнес ол менің ойымша адамдармен қарым қатынас жасау ең біріншісі. Әрине ақша бар да, ол да бизнес бар деген мағына, тура мағына деп айтсам да болады негізінде. Бастапқы осы көңіл күй қалдыру, ол салаға байланысты. Қарым қатынас, ақша жағы, локация дейміз, сол да бар. Соны жатқызу болады. Енді осы жақында ғана бір маркетолог ханыммен сұхбат жасадық. Ол кісі шет елде Европада оқып келген екен. Былайша айтқанда, енді қысқасы, ол кісінің Қазақстандағы бизнеске көңілі толмайды. Себебі бізде бизнестің түрлері расымен де көп, бірақ үлкен ауқымды бизнестер жоқ дейді. Сіздің көзқарасыңызда қалай? Қазақстанның бизнесінде жалпы нарықта? Қазақстанда енді батыспен салыстырғанда шынайында қалып бара жатырмыз, былай да айтсақ, бизнес жағынан. Бізде қалай, Қазақстанда тек Астана мен Алматы ғой, бастапқы қалалар. Мүмкін Шымкентте болуы мүмкін. Қай жерде адам көп, соншалықты бизнес жоғары деңгейде және көп болады. Бірақ та мен көзқарасым, Қазақстан, біздің еліміз, халқымыз әлі төменгі деңгейде деп санауға болады. Неге? Батыстан қараған кезде салыстырмалы түрде, иә. Невооруженным глазом дейді ғой, орысша айтқанда. Көрінеді негізінде деңгей. Мысалға Инстаграмнан қараймыз біз, ТикТоктан қараймыз, Гуглдан қараймыз мысалға. Салыстырмалы түрде қараған кезде қай сала болмасын, сол салада жоғары деңгей деп есептеуге болады. Қазақстанмен салыстырған кезде. Енді салыстырмалы түрде расымен де біздің бір төмендігіміз ол рас дүние. Енді оны көтеретін сізбен біз қазіргі біздің қатарластарымыз, буындастарымыз Z поколение деп айтып жатады. Негізі өзіңіздің қатарластарыңызға көңіліңіз тола ма негізіне? Иә, толады. Қазақстанда біздің жастар дамуда, басқа заманға сай емес, қазіргі жаңа заманға сай. Біздің жастар керісінше оқиды, дамиды, біледі. Нақты айтып көрейік, мысалы, бұрынғыдан қарағанда осы дүниені мен қазір айналысып жатыр, не болмаса осы дүниені асып жатыр деген секілді. Нені айта аласыз? Осы салаға қарамастан басқасы? Жалпы көзқарасыңызды білейін деген ма? Жалпы көзқарас жақсы дамып келе жатыр. Мысалға, мен білім бойынша, мен достарым бар, оларды да құр тек жүрмейді, көп салаларда жүреді. Мысалға, свидание на крыше деп жатырмыз, кафе, кофетерий, ресторандар, онлайн магазиндерде ашатындар да бар. Өзім толыққанша ризамын. Бізде тек менің достарым ғана емес, Астана қаласында, бүкіл Қазақстан бойынша, мен бөлімім бойынша, қарауым бойынша дамып келе жатыр негізінде. Және де осы бизнес жақты алатын болсақ, бүкіл салаларда алатын болсақ, жастардың қолында деп есептесек те болады. Біз тек қазіргі таңда көтере аламыз бүкіл салаларды. Инстаграмнан болсын, ТикТоктан болсын, және де жалпы өмірден болсын, көтеруге біздің күшіміз сай келіп тұр негізінде. Жалпы түсінікті енді. Тағы да бір мынандай сұрақ болсын. Сіздің осы шатыр үстіндегі керемет кешті, мысалы, сөз салатын адам болсын, туған күн өткізетін адам болсын, алайын деп жатыр. Мысалы, бір 3-4 сағат қалайын деп жатыр. Ол адам не үшін алу керек, сіздің ойыңызша? Мысалы, табиғат үшін не болмаса, локация үшін деген секілді. Ең бастысы ол локация. Өйткені бізде қасымызда ботанический сад бар, Абу Даби плаза бар, ар жақта тағы экспо көрінеді. Жалпы локация үшін келеді. Біріншісі, екіншісі ол эмоция. Бүгінгі күнге дейін әйел адаммен келіп жатыр адамдар.
жақсы эмоция қалдырады негізінде, жақсы отзыв қалдырады содан кейін. Ең бастысы сол, локация, эмоция, және де бізде шай өте дәмді тәттілермен бірге. Түсінікті. Енді мен өзім жеке пікірімше, мысалы расымен де сөз салуда бір ерекше стиль. Себебі ертең біраз уақыт өткеннен кейін де өздерінің есіне алып отырғанға бір тамаша секілді. Иә. Рахмет Диас мырза, уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге. Енді өзіңізден кейінгі буындарға, не болмаса өзіңізге қызығып қарап отырған аға буынға бір айтар тілегіңіз, не болмаса ойыңыз жалпы. Рахмет сіздерге де. Айтар ойым, дами беріңдер, оқи беріңдер. Қолдан келгенше сол батыстан қарасақ, батыстан сырт бөлек өзіміздің өнімізді шығарып, фантазиядан шығып, жақсы бір идея құрастырсақ, жақсы болар еді. Біздің жастарға, бүкіл көрермендерге осындай кеңес бергім келеді. Рахмет көзқарақты көрермен, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.